Салем достар, сәлем. Бүгінгі эфирде Ихсан тақырыбы бойынша өздеріңізге осы эфирді дайындап қабыл алыңыздар дегелі отырмын. Негізі Ихсан деген ол біреуге жақсылық жасау. Біреуге жақсылық жасаған кезде ісін ең көркем жасау, ең жақсылық басқа адамның жетістігіне себепкер болатындай жасау керек. Одан кейінгі мағынасы Ихсанның Алланы көрмесең де көріп тұрғандай іс-әрекет жасауын. Болса да бізді Алла Тағала көріп тұр. Алла Тағаланың қалауы болмаса дейді, бұл үмітте қуралдың басы сынбайды. Әйтпесе қазақ халқымыз бүйтіп айтқан: 40 жыл қырғын болса да, дәм тұзың бұйырмай, бұл неден өтпесін деп. Сол себептен біз мына күйдің тіршілікте сана бағдарламасында өмір шектеулі емес сияқты өмір сүреміз. Өмірдің өзінің шектеуі бар. Алла Тағала біздің жаратушымыз әрбір адамды осы дүниеге жаратқан кезде әрқайсымызға өз міндетін атқарып жүрген. Сол себептен өмірдің жалған екен, шектеулі өмірді түсіну деген оның барлығы Ихсан, Алла Тағалаға сену деген сөз. Алла Тағала айтады: бұл өмірдің заңдылығын өзгертетін өзім. Пенделер бір-бірінен көріп жатады. Тақырыпты арқырай айтпай тұрып, каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып кетуді өтінемін. Лайк басып кетіңіздер. Сөйтіп бір-бірімізбен энергия алмасып отырайық. Ол маған жігер береді. Осы 20 жылдағы психологиямен тереңнен айналысып жүргенім менің өміріме қандай ақиқат, қандай нәтиже бергенмен бөлісем деп отырмын. Сол себептен дұрыс түсінулеріңіз дұрыс түсінді деп ойлаймын. Енді Ихсан тақырыбына келсек. Міне, біздің өзіміздің ақыл бағдарламамызда өмір сүреміз. Өмір сүрген кезде алдымызға арман мақсат қоямыз. Ол дұрыс. Екі қолымды бос қойдым, алдыма ас қойдым. Армансыз адам, қанатсыз құс деп. Бірақ сол арманның орындалу жолында менің айтқаным болмады деп біз ренжиміз, кінәлаймыз, айыптаймыз. Құдаймен ісіміз жоқ. Одан кейін бір затты істер кезде адамның бойында 3 негізгі қорқыныштар бар. Ол қандай қорқыныш? Мысалы, мен эфирлерде айтқан: өз жеке бизнестеріңізді ашыңыздар. Жеке бизнеске қуат керек, энергия керек. 80% өз қуатыңды салуың керек. Ол заңдылық деп айттық. Ең бірінші жеке бизнеске қоярда қуат деген ол энергияңды. Энергия деген ақша салу. Ал көп адамдарда байлықты жоғалту қорқынышы бар. Ақша салмайды, қуатын салмайды. Естідім, көрдім, мен де жасаймын деп бала сияқты жүрге көреді. Естідім, көрдім деген ұмытылады, жасадым, түсіндім деген бар деп алдыңғы эфирлерде айтып өткен. Сол жаңағы байлық жоғалту қорқынышы, естідім, көрдіммен отырады. Қарым-қатынас, жұрт не деп айтады? Міне, жұрт не деп айтады? Ойбай, не деп айтады деп қорқыныш болып, біз алдыға қадам бастаймыз. Одан кейін бір затты, өзіңді Аллада Тағаладан сынақ келмеу үшін менің бұл өмірде түсінгенім, бұл ақиқат. Өзіңді сына. Өзіңді сынау керек. Сол сынау барасында уақытты жоғалтамын деп адам баласы қорқады. Осы қорқыныштар бізді алдыға жылжытпайды. Яғни байлықты жоғалту қорқыныш, қарым-қатынасты жоғалту қорқыныш, немесе уақытты жоғалту қорқыныштары бізді алдыға жылжытпайды.
Одан кейін әрқайсымызда өзіміздің мораліміз бар. Мораль деген не? Адамның өзінің басындағы заңдылық. Бүйтіп киінуге болмайды. Дәлелі жоқ. Өзінің басындағы адамгершілігіне жұрттарды тықпылаймыз. Ол жұрттар сенің айтқаныңды жасамаса, біз күйзеліске түсеміз. Оны біз мораль дегенді, адамгершілік деген субъективті көзқарас, дәлелі жоқ көзқарас деп айтамыз. Дәлелі жоқ көзқарас. Сол көзқарас арқылы адамдарды бөліп жүреміз. Мысалы, түсінік болу үшін мен әдейі қолыма мына жасыл сақинаны тағып алдым. Сіздер бұл жасыл сақинаны көріп тұрсыздар. Міне, адамдардың дәлелі жоқ шындығы деген, мораль деген осыда. Міне, өзі көріп тұр. Осындай болу керек. Міне, ол бір адамның шындығы. Екінші адамның шындығында көзі жасыл сақина жоқ. Бұның өзінің шындығы бар. Бұның басындағы көрген, естігені бойынша ол оны көріп тұрған жоқ. Ал мына адам өзінің моралінде көріп тұр. Сонымен әркім өзінің көргенін, өзінің түсінгенін басқа адамға тықпылайды. Басқа адам көрмегеннен кейін. Даналық болып қабылдауы мүмкін адамдарды. Бәлкім сондай шығар. Бәлкім оның айтып отырғаны дұрыс шығар. Бәлкім сақинаның жасыл көзі бар шығар дейді. Но оған жету үшін адамның алдындағы ең бірінші мақсаты өз санасын дамыту. Қабылдауды үйренген кезде бәлкім сөйтіп айтамыз. Қалған жағдайда міне, мораль, өзінің адамгершілігі, өзінің дәлелі жоқ адамгершілігін басқа адамдарға тықпалап, соның арқасында біз күйзеліске түсіп жүреміз. Бұл ақыл бағдарламасында. Күйбің тіршілік. Міне, күйбің тіршілік. Өзіміз алдымызға қоямыз жоспарды, өзіміз жоспарды ақиқатты қылу жолында ренжиміз, кінәлаймыз, айыптаймыз. Құдайменен ісіміз жоқ. Міне, мен шеңберді сызып қойдым. Әлем тұтастығында көрсетіп отырған. Осы арқылы әлемнің тұтастығы. Біз ойлаймыз, мен ғана деп. Біз әлемнің бір тұтасымыз. Үлкен теңіздің бір тамшысымыз. Әлем біздің айнамыз. Біздің санамызда не жатса, әлем соны көрсетеді. Соны да түсіну керек. Бұл ақиқат. Енді бүгін тақырыптан алыс кетпей, ихсан туралы айтсақ, ең бірінші, міне, біздің алдымыздағы мақсатымыз мына күйбің тіршіліктен кету керек. Әрине, мақсатыңды айқында. Қайда баратыныңды білмесең, қайда барасың дегенде мақсатың айқын болу керек. Мақсатыңды айқында. Сол мақсатыңды жеткізу жолында сенің жаңа ісің Алла Тағала көріп тұрғандай болу керек. Міне, ихсанда болу керек. Ихсан дегеніміз менің әрбір іс-әрекетімді Алла Тағала көріп тұр. Менің әрбір іс-әрекетім біреуге жақсылық жасау. Жақсылық жасағанымды доқ етпей, басқа адамның жетістігіне себепкер болу. Міне, менің қолымнан келетін затты жасаймын, нәтижесі Алла Тағаланың құзырында. Алла Тағала менің әрбір басқан қадамымды көріп тұр. Жақсылықтың сауабын Алла Тағала мың рет береді. Адамнан күткеннің екі көзі шығады дейді. Алладан күткеннің екі бүйірі шығады. Яғни қалтаң ақшаға толады деген сөз. Сондықтан адамнан күтпей, іс-әрекетің дұрыс болып, ниетің дұрыс, пейілің дұрыс болса, Алла Тағала үйіп береді. Міне, мынаны да айтайын. Егер сен бір саусақты сіздерге қарап тұр. Іс-әрекетіңде біреудің жетістігіне себепкер боламын. Менің іс-әрекетім барлығы жақсылық ойлау десе, 3 саусақ саған қарап тұр. Онда Алла Тағала айтады. Есебіңді 3 рет беремін. Сенің ойлағаныңнан да артық заттарды беремін дейді. Көзге көрінбейтін көмекшілерді беремін дейді. Бұл ақиқат. А егер біз
мен өзім алам, мен өзім баю үшін десек, бір саусақты өзіңе қаратсаң, 3 саусақ кері қарайды. Ол кезде Алла тағала айтады: менің орным сенің өміріңде жоқ екен. Сен өзің Құдайдың құзыретін алып тұрады екенсің. Ол кезде мен сен 3 құнды затыңды аламын дейді. Міне, ақиқат сонда. Сол себептен ихсанда болуымыз. Алла көріп тұрғандай әр ісімізді жасауымыз керек. Ол көріп тұр. Ихсанда болды деген сөз, Алла тағаладан сынақ келгенше, мына сынақ арқылы бізді дұрыс жолға түсіреді дейміз. Сынақты қашан Алла тағала түсіреді деп күтіп отырмай, немесе сынақ келген кезде күйзеліске түспеу үшін адамның алдындағы мақсаты өз санасын дамыту деген сөз. Өзіңді сына, өзіңді сына, өзіңді ұшта, өзің жан-жақты бол деген сөз. Екінші, егер ихсанды қабылдаған болсақ, әрбір іс-әрекетімді мен жақсылыққа ғана бағыттаймын деген болсақ, онда өмірдің жалған екенін, шектеулі екенін біз қабылдаймыз. Өзіңді де қабылдайсың, өзгені де қабылдайсың. Ол адам сені күйзеліске түсірмейді. Алла тағала сол адам арқылы мені неге өзгерт деп тұр деп, бірінші бағытта өзіне сұрақ қоясың. Екінші бағытта сол адамның іс-әрекетіне қарап, өмірдің жалған екенін, түрлі адамдар болатын түсіне бастайсың. Міне, екінші, өзіңді де, өзгені де қабылдау деп жазайық. Қабылдауды үйренесің. Бәріміз біз қабылдауымыз керек. Не жасалса да Алла тағаланың қалауымен болып тұрған. Үшіншіден, егер ниет деп қойыншы, егер ниетің дұрыс болса, ихсанда әрбір іс-әрекетің біреудің өмірін жақсы жаққа өзгерту үшін шын мәнінде септігін тигізетіндей іс-әрекет жасап жатсаң, ниетің түзу болса, пейілің түзу болу ақиқат. Сол кезде ғана пейіліңе аласың, ниетің береді, ниетіңе аласың деп айтып жатамыз. Ниетің білет деп жатамыз. Сол ниет, пейіл деген сөзді тереңнен түсіну керек болады. Одан кейін, егер сен адамдарды бөлмей қабылдасаң, ниетің, пейілің дұрыс болса, онда бізге Алла тағаладан шексіз мүмкіндіктер келеді. Қазір міне шексіз мүмкіндіктер келіп жатыр. Алдыңғы темаларда айтқанмын. Мына мүмкіндіктерді 80% адамдар қабылдамай отыр. Тек 20% адамдар қабылдап отыр деп айтамыз. Яғни шексіз мүмкіндіктер күнде мүмкіндік болып жатыр. Оны санасын дамытқан адамдар сол мүмкіндікті қолданып отыр, қалғанын қолданамай отыр. Оны алдыңғы темаларда айтқан болған, сананы дамыту керек. Қазақта бүйтеді, қабілетің білсін деген сөз бар. Мен мамама мынаны істейін деген кезде, бір өзімнің жоспарыммен бөліскен кезде, мамам маған айтатын, қабілетің біледі. Немесе айтатын, сен қабілеттісің, сенің қолыңнан бәрі келеді. Яғни ол не деген сөз? Міне, қабілет құзыреттілікті, жеке құзыреттілікті, жеке компетенцияны көтеру керек. Жеке компетенцияны көтеру үшін білім керек. Байлар кешке дейін оқиды, ал жаңа мүмкіндікті қабылдай алмай отырғанды табыссыздар, кедейлер деп айтайық. Біреулердің көңілдеріңізге келмесін, мүмкіндікті қабылдай алмай отырған адамдар деп айтсақ, олар бәрін өзі біледі. Негізі Абай Құнанбаев айтқан, білім қараңғылықтың алдын алады. Сол себептен жеке қабілетіңді, жеке компетенцияңды көтеру өте маңызды. Жеке қабілеттілігін, жеке компетенцияны көтергеннен кейін кәсіби құзыреттілік, кәсіби қабілетті көтеру өте маңызды. Сен өз жұмысыңның хас шебері болуың керек. Сол кезде қана, хас шебері болған кезде ғана, сен неге ендісіпке боласың? Егер сен жеке қабілеттігін дұрыс көтерген болсаң, кәсіби қабілеттігің бар болса, жаңағы ихсанда болып, барлық не жасасаң да,
ол жұмысыңды жақсы жасап, біреудің жетістігіне себепкер болам деген ниетің, пейілің болса, сен сұранысқа ие боласың. Сұраныс деп жазып қояйық. Сұранысқа ие боласың. Сенің эфирің ашылады деп жатамыз. Сенің сұранысқа ие боласың. Сол кезде Алла тағала саған байлық береді. Байлық деген ол шексіз мүмкіндік. Алла ақша бермейтін, сіз бен біз өте жақсы түсінеміз. Алла тағала аян арқылы саған дұрыс жолды көрсетуі мүмкін. Жолаушы арқылы көрсетуі мүмкін. Екі құлақ бір ауыз берді. Құлағыңда тым ұстап, мынау маған керегі жоқ, мынау маған керегі жоқ десе, өз дәулетіңді де сыпырып тастайсың. Не болған кезде де осы дүниеде бекер дүние жоқ. Не сынақ келсін, ұнайтын адам келсін, ұнамайтын адам келсін. Мен Алла тағала тағымнандай бір сөзі бар, хадистерде жазылған. Менің сүйікті құлымды сүйе ғана, сен менің сүйікті боламын. Сол кезде жаңағы кездейсоқ зат жоқ екенін түсінесің. Әрбір затты қабылдауды үйренесің. Түсінейін деп, деңгейіне түсінейін, маған керек. Бұл Алладан келген хабар шығар, Алладан келген ақпарат шығар деп өзіңе қарай алып отырсаң, сен ешқашан өзіңе керек мүмкіндікті сырып тастамайсың. Тағдыр әдет ғұрыптың жиынтығы дедік. Әдетіңді өзгерте, тағдырыңды өзгертесің. Сол себептен байлықты беріп отырған кезде ала алмайтын адамдар бар. Алла тағала ақша бермейді. Алла тағала шексіз мүмкіндік береді. Көзге көрінбейтін көмекшілермен береді. Сол әрбір кездескен жан саған бір ақпаратты, бір хабарды алып келді деп біз қабылдауымыз керек. Міне өмірдің құпиясы, жаңағы бай қуаттылықтың формуласы, осы 9 сөздің тобықтай түйінін түсінсеңіздер, сіздерде доп жоқ, күйзеліс жоқ, үйлесімді қарым-қатынаспен бұл жалған өмірдің мәні сыйласуда дейді. Сол адамдарды бөлмей, сыйласып, әркімнің жаңағы келіп тұрған энергиясын қабылдауды үйрену. Міне бүгінгі берейін деген ихсан тақырыбындағы айтарымды айттым. Соңына дейін көрген жандарға алғысым шексіз. Егер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар. Осы пайдалы ақпарат деп есептесеңіздер, қоршаған орталарыңызбен бөлісіп, сіз болып, мен болып, адамдардың санасына қопарыс беру арқылы жетістіктеріне себепкер болайық. Ең соңына дейін көрген жандарға менің WhatsApp номеріне жазсаңыздар, менен тұлға даму бойыншағы ақпаратты тегін сыйға аласыздар. Келесі эфирімізде сау саламатта кездесетін күнді Алла тағала нәсіп етсін деп осымен бүгінгі эфирімді аяқтаймын. Рахмет.